Баршаңызға қайырлы күн. Алтын алма каналына қош келдіңіздер. Осы видеоны мен сіздермен бірге өте оңай, қолжетімді ингредиенттерден жасалатын пирогтың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін ең алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк қалдырыңыздар, және де видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге дайындаңыздар. Бастапқыда бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды қантпен бірге біріктіріп аламыз. Кейін осында 4 жұмыртқаны бір-бірден салып, жақсылап араластырып отырып енгізетін боламыз. Жұмыртқалар бөлме температурасында тұрғаны дұрыс. Осы пирогты жақсы көруімнің тағы бір себебі ол ешқандай миксерді қажет етпейді, барлығын силиконды күрекшенің немесе шанышқы, қасықтың көмегімен араластырып, біріктіріп алғаннан кейін пісіріп аламыз. Өте оңай және тез. Дайын болған массаға 50 мл сүтті құйып, барлығын араластырамыз. Сүт болмаған жағдайда оны сумен алмастыруға да болады. Бөлек ыдыста құрғақ ингредиенттерді, атап айтқанда қамыр қопсытқыш пен ұнды араластырып, оны електен өткізіп, қамырға қосамыз. Байқаған болсаңыздар, мен ұнды 2-3 бөлікке бөліп қостым. Егер сіздер де солай қосатын болсаңыздар, онда пәліштеріңіз үлпілдек болып шығатын болады. Нәтижесінде видеода көрсетілгендей қоймалжың қамыр шықты. Енді оны соңғы рет араластырып, форманы дайындауға көшеміз. Мен пирогты кондитерлік сақинада пісіретін боламын. Оның диаметрі 21 см. Форманың табаны болмағандықтан мен оның түбін фольгамен төсеп шықтым. Егер сіздерде фольга жұқа болатын болса, онда оны 2-3 қабаттап жайыңыздар, ал егер де фольга мүлде болмаса, онда оны пергамент қағазымен алмастыруға болады. Мен қамырды формаға құйып, оның бетін силиконды лопаткамен тегістеп шықтым. Кейін болашақ пирогтың беті одан сайын тегіс болу үшін мен оны үстелге ұрып, кішкене айналдырып алған болатынмын. 180 градуста алдын ала қызып тұрған пешке 40-45 минутқа жібереміз. Кекстің дайын болғандығын ағаш таяқшаның көмегімен тексереміз. Ол құрғақ болып шығуы керек. Енді бәлішті аздап суытып алып, оны формадан шығарып, дастарханға ұсыну ғана қалады. Дәл осы рецептпен пирогты дайындап көріңіздер, себебі оның жұмсақтығын, дәмділігін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бұл тәттінің барлығының көңілінен шығатынына сенімдімін, және ол шаймен өте жақсы үйлеседі. Ал рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, комментарийға пікіріңізді қалдырыңыздар. Келесі видеода көріскенше назарларыңызға рахмет.